Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін сиыр етінен ең дәмді және жұмсақ болып шығатын котлет дайындаймыз. 500 грамм сиыр етінен дайындалған фаршты алдым және кез келген нанды осылай жылы суға немесе бөлкені салып қоямын. Барлығының мөлшерін видеоның астына жазып қоямын. Мен 4 жуа болған, біреуін тұздыққа арнап қойып қоям. 3 жуаны осылайынан блендерден өткізіп аламын. Қатты езбей, ет тартқыштан өткізгендегі қоюлықта өткізіп аламын. Міне дайын болды. Енді осыны суын сығып тастап, фарштың үстіне салып алдым. Енді бағана суға салып қойған нанды осылайынан көресіздер. Егер менікіндей үгітіліп тұрса, онда бірден суын сығып фарштың үстіне сала бересіздер. Суын сығып алыңыздар жақсылап. Ал егер сіздердің нандарыңыз қаттырақ немесе әртүрлі қоюлықта болып тұрса, үгітілмей, онда ет тартқыштан немесе блендердан өткізіп салғандарыңыз дұрыс болады. Үстінен бір жұмыртқаны салып, дәміне қарай тұз және қара бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі қоюлықта болуы қажет. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астына жазып кетемін. Міне қыздар, жақсылап қолымызбен мыжып араластырып аламыз. Міне менде біркелкі фарш шықты. Енді осы фарштан котлеттерді қолмен форма береміз. Және домалақтап өзіңіздің қалауыңызша форма бергеннен кейін оның үстіне немесе панировочный сухари дейді ғой, соның үстіне аунатып алып, қызып тұрған майымызда жақсылап екі жағынан алтын түске енгізіп, қызартып қуырып алатын боламыз. Міне барлық котлеттерді осылайынан екі жағынан да қызартып қуырып алдым. Дайын болған котлеттерді осылай бөлек алып қоямын. Енді тұздығын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майдың үстіне жуаны және сәбізді салып, жақсылап қуырамыз. 1 шай қасық ұн және дәміне қарай тұз салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Сіздер қалауларыңызға қарай қызанақ пастасын не болмаса басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен ешқандай дәмдеуіш қоспадым. Сәбіздің арқасында осындай түс беріп тұр. Осылай үстіне су құйып, енді бағана қуырып алған котлеттерімізді осы тұздықтың ішіне салып пісіретін боламыз. Қалауларыңызға қарай тұздығын бөлек пісіріп, котлетті бөлек булап алсаңыздар да болады. Қақпағын жауып, дайын болғанша қалдырдым. Астын баяу отта пісіреміз. Біздің жұмсақ, дәмді котлеттеріміз дайын болды. Жанына кез келген гарнир салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Сіздермен болған Әсел. Менің каналыма кіріп тіркелуді ұмытпаңыздар.